Курбан байрамыңыз мубарек болсын. Байрамның бірінші күнлерінде біз қартларымызны ве якынларымызны зиярет етеміз. Огде бізді ратлық күнлері беклей. Бойле вақытны тапсаңыз, біздің бираберлікте Қырымның қадими шайры сайылған кезлевге давет етеміз. Шайырның тарихыны әлбетте ядикарлықлардан башламақ керек. Бойле ажайып бина Текие дервиші. 15-ші асырге айыттыр. Дүнияда бойле суфизмге айыт олған биналар үштәне. Олардан бірісі кезлевдір. Келген инсанлар әлбетте бұны бірінші дейлер, чүнки қияфеті айны олып сақланып қалды. Әлбетте бойле мубарек күнде оз намазларыңызны айны кезлерде олған Жума жәмисінде япа білесіңіз. Бұл ерде ажайып бір güzelliktір, чүнки бір келген инсанлар да бояққа зиярет етмеге келелер. Жәминің тарихы 1552 сенесі құрылды ve yıllar devamında реставрация işleri алып барылды. Совет devrinde işlemeyip бір eşyalarını сақланған бойле бина olarak kullandı. Şimdi Kenya bu жәминің kapıları herkes için açık. Қырымның жүрегі сайылған Хансарай evерлері Қырымтата резиденциясы ашлама дереде ерлешкен еді. Азбары тарлығы себебінден 16-шы асырының башларында Сахиб I Герай тарафından Хансарай дүнияға кетірілі. Мен белесем, шымды бұл ерлер біздің Қырымтатар мемлігіміздің абидесіне чевірілді. Егер сіз тарихнен мирақлансаңыз, Бақшысарайның төбелігінде ерлешкен ажайып Қырымтатар шайырыне, яғни орта асырға айыт олған Чукут халеге көтеріле білесіңіз. Бұл ерге көтерілгеніңізде сізде шайыр сіздің елеріңізде açıла. Көтерілесіңіз ве екі тараптан ажайып манзара сізге рух бере. Бұл güzel пікір. Қырымның пайтақтына қайтсақ, ең қиметлі ядикарлықларından бірісі бұл Кибир жәмидір. Оның тарихы 1508 сененен бағлы олып келе. Умумен шайырның ады да айны жәминің бияс олғанından Ахмеджет адын алды. Yıllar devamında bu binada реставрация işleri алып барылды. Совет үкіметі вақтында есе ustaxane olarak çalıştı. Халқымыз ватанға қайтқанынан соң bizim ең қиметлі меркези жәмимізге чевірілді. Ең мұймы байрам күлеріңіз қорантаңызмен бираберлікте шең мүйте кечсін. Біз үшін қорантамыз бұйық бақтыр. Құрбан байрамыңыз мубарек olsun.